Here is that as you continue your work, if you want to get in touch with me, drop me an email, say I'm working on this. Do you know of any? Мен атым Анар Қуанышбекова, мен фрилансер журналистпін. Біз қазір Алматыдағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимаратындамыз. Мұнда Communication for Development атты тренинг өткізіліп жатыр. Бұл тренинг Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері мен ақпарат құралдарына арналған екен. Мен үшін бұл журналист ретінде өте тиімді, пайдалы болып жатыр. Өйткені осы уақытқа дейін мысалы бір проблема айтылса, ауыз су немесе ВИЧ-ке қарсы күрес, кедейлікке қарсы күрес дегенде Біріккен ұлттар ұйымының тақырыптар барлығы бір бізге қатысты емес, бір алыстағы тақырып сияқты көрінетін. Сөйтсек, ол мысалы барлық мемлекеттер үшін бірдей жазылған программа, әр мемлекетке келген кезде ол сондай қызықты болып көрінбейді екен. Ал үңілсек, ол барлық елдер үшін маңызды. Бұл жерде сол программаны әрбір ел үшін қызықты, сол елдің ерекшеліктерін ескере отырып жасау үйретіліп жатыр. Мен енді осыдан кейін пресс-релиздерді оқыған кезде басқаша оқитын боламын. Өйткені онда қанша жұмыс істелгенін көрем, ол үшін одан кейін жан-жақтағы ресурстарды қалай тиімді пайдалану керектігін түсіндім. Осы 2 күндегі тренингте мен үшін ең басты жаңалық бұл сериалдардың белгілі бір мақсатпен түсірілетіні. Мысалы кезінде Просто Марияны, Во имя любвиді қалай жақсы көріп көрдік. Біз оны ойладық, бізге ермек үшін, бізге қызықты болу үшін түсірілген фильм. Сөйтсек, Просто Марияның ішінде ауылдан шыққан кедей қыздың қалаға келіп білім алуы, оның қиындықтардан өтуі, оның жеке өмірін қалыптастыруы, одан кейін өз еңбегін бастап байлыққа қол жеткізу сияқты мақсаттар басқа адамдарға арналған позитивтік үлгі көрсетілген екен. Сол мен үшін өте таңғаларлық нәрсе болды. Во имя любви да солай. Эдуарданың өзі, семьялық қарым-қатынастар, оның маңыздылығы туралы айтылған.